Сонымен бізді кеше дәл осы жерге келген болатынбыз. Органикалық химияда мынандай атауларды үйрендік, иә? Бұл жерде енді мынандай мәселе бар. Радикал бар, одан кейін қос байланыс бар. Осы қос байланыс пен радикалдың қайсысы маңыздырақ? Егер бізде қос байланыс болмаса, біз радикал жағынан 1-2 деп санар едік. Бірақ бізде қос байланыс болғандықтан, бізде байланыс оған қарағанда, радикалға қарағанда маңыздырақ. Иә? Сондықтан мына қос байланыс қай жағына жақын, сол жақтан бастап санайсыз. 1, 2, 3, 4, 5. Түсінікті болды ма? Иә. Сонда бұл жерде біз қандай қателесуіміз мүмкін еді? Біз В жағдайында метил пентин 3 деп қателесуіміз болатын еді. Бүгін сабаққа қатысқандар, яғни бізде байланыс пен радикал екеуін салыстырғанда байланыс маңыздырақ. Түсінікті ма? Сондықтан бұл жауапта 4 этил пентен 2 болады екен, 2-ден кейін болғасын. Не үшін ең 2, яғни екіншіден кейін қос байланыс бар деген сөз. Түсінікті ма? Иә. Дальше. Бутен 1 мен бутен 2-нің бір-бірінен айырмашылығы. Бұл жерде 1, 2, 3, 4 деп бутен саламызда, ол бутен 1 десе біріншіден кейін қос байланыс. Сутектерін салуды кеше үйрендіңіздер, мен салмай қойсам болатын шығар. Бола ма? Иә. Бутен 2 десек, екіншіден кейін қос байланыс. Енді осы екеуінің айырмашылығы неде болып тұр? Қос байланыстың орналасуында. Дұрыс айтасың, өте тамаша. Дальше, дейін көмірсутекті атаймыз. Енді бұл жағдайда дейін десе, енді қос байланыс бар екен білдік, ал дейін болса, қос байланыстың екеуі бар деген сөз. Мына радикал қос байланыс екі жағына бірдей, радикал да екі жағына бірдей. Ендеше бізде қай жағынан санау қатты маңызды емес. Онда басынан бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я? Енді қалай атаймыз, сіздер жауап беріңіздер? 3, 4 диметил. 6 қазір. Гексадиен. 2, 3. 2, 4. 2, 4. Тамаша. Өте жақсы. 3, 4 диметил гексадиен 2, 4. Түсінікті болды ма? Кендерді атай аламыз ғой, я? Аха. Кеттік. Берілген атауы бойынша болуы мүмкін емес дейін көмірсутектей. Бұл жағдайда барлық дейін көмірсутектерді салып көреміз. Абай, осындай сұрақ НТ-да болады ма? Я, сол НТ-дағы бар сұрақтарды мен мына жерге түсірдім. Я? Енді диметил пентадиен дейді ғой. Енді біріншісін салып көрейік, давайте. Пентадиен десе бірінші пентанға қараймыз. Пентан бізде неше көміртек еді? Пентан 4, 5 көміртек. Жаттаймыз. Кешегі жаттауды жаттаймыз деп айтқан болатынбыз. Метан, этан, пропан, бутан, пентан деген. 5 көміртек. 3, 4 диметил дейді, яғни мына жерде 1, 2-де ен бар, 3 пен 4-те метил бар дейді. С3. Қара, бұл жерде барлығы норма. Нормально, бұндай бола алады. Бұны алып тастаймыз. 2, 3 диметил бутадиен 1, 3-ті салып көрейік. 2-де метил және 3-те метил бар. Мұнау керек емес. Бутадиен 1, 3 дейді. Біріншіден кейін және нешіншіден кейін?
Үшіншіден кейін. Үшіншіден кейін қос байланыс. Қараңызшы, бұл жерде 1, 2, 3, 4 нормально, 1, 2, 3, 4 нормально. Яғни бізде мына көміртектің салып қойған кезде, көміртектің жиегінде сызық саны 4-еуден көп болып кеткен кезде ғана мүмкін емес. Түсінікті отыр ма? Қайсында тағы? 2, 4 диметил, 1, 3 дейді. Д-ны да көрейікші. Қай жерінде апай? 4-еуден аспау керек. Мына көміртектің жан-жағында сызық, 4 сызықтан аспау керек. Мына жақта 2 бар, міне 1 бар, міне 1 бар. Осыдан асып тағы да бүйтіп мына жерге метил радикалын салатын болсақ, міне мынау Е жауабы екен. Мынаны өшіріп жіберейін. Е жауабы екенін қайдан біліп қойдым? Қараңыз. 2 деп мына жерде не істеген кезде, міне қара. 1, 2, 3, 4 бутадиен ғой. Және біріншіден кейін, үшіншіден кейін ен. Түсінікті ма? Ен деген бізде қос байланыс. 2 мен 2-ге не саламын? Метил саламын. Са3, және Са3. Қарашы, мына көміртекте ережеге сәйкес емес, жан-жағында неше болып кетті? 4-еу. Ал 5-еу. 5-еу болып кетті. Сондықтан бұл үлкен қателік. Яғни мүмкін емес жағдай осы екен, Е жауабы. Түсінікті болды ма? Енді, онда сіздер дұрыс атауды үйрендіңіздер деп ойлаймын. Сұрақ болса, осы тұрғанда айтып аламыз. Сұрақ жоқ па? Жоқ. Тамаша. Енді 7 ата. 7 ата дегеніміз, 7 ата деп мен по приколу айтам, бірақ бізде органикада, ұбт-да өте көп кездесетін 7 атамыз бар. Олар Бюрц, Коновалов, Марковников, Кучеров, Лебедев, Зеленский, Зини. Енді бұл реакциялар қалай жүреді, дәл осы жерге жазып көрсететін болады. Жақсы ма? Бюрц деген натрий қосу, яғни хлорметан, брометан сияқты хлор туындыға натрий қосу. Ол Бюрц деген атаның несі? Реакциясы. Бұл кезде алкан шығады. Реакцияда алкан шығады. Не? Алкан шығады. Яғни алканның алынуы десе болады. Натрий мен хлор екеуі қосылады да. Натрий хлор болып шығып кетеді. Са3-іміз екеселенеді. Мынау екеселенеді. Яғни С2H6 болады екеуі. Міне Бюрц реакциясы осы. Мынаған ек қойық, мынаған ек қойық. Яғни кез келген хлорметан, хлоретан, брометан деген сияқты неге хлор, бром туындыларына, галоген туындысына не қосу? Бюрц деген? Натрий қосу. Тағы басқа мысал келтіріп көрейік. Давайте С2H5 хлорға не қосамыз? Натрий. Натрий қосамыз. Не шығады? С4H10. Натрий хлорид көреміз. Сосын С екеселенеді обязательно, С4H10. Тамаша. С4H10 болды. Қалғандарын теңестіріп, екеселеп қоямыз. Теңестіреміз екі қойып. Сонда апай келесі жағына шыққанда екеселеп шығады ма? Именно Бюрц реакциясының ережесінде, Бюрц реакциясының ерекшелігі сол, мына зат екеселеніп шығады. Қара, енді мына сұрақты қойған адамға айтайыншы. Былай, қандай алкан алынбайды? Егер екеселеніп шығатын болса, жұп алкандар ма, тақ алкандар ма? Тақ алкандар алынбайды, Өткен мысалға С3, С5 деген алканды алынбайсың ғой. С2,5-ді екеселей алмайсың ғой. 2,5 деген жоқ қой бізде. Түсінікті ма?
Сондықтан біліңіздер, сұрақтың барысында қандай алкандар Бюрц реакциясы арқылы алынбайды десе, біз қалай жауап береді екенбіз? Тақ алкандардың любой дейді екенбіз. Сонымен, Бюрц реакциясы есте қалды ма? Иә. Натрий. Бюрцтің қасына ол натрийді жақсы көреді деп па, бір сақтап қалыңыздар, білмеймін. Натрий қосу главный, иә? Бюрц натрийдің бірдеңесі деп. Натрийді қалай сақтайсыздар? Әйтеуір главный есте қалу керек ол. Екінші, Коновалов реакциясы ол да алканға қатысты. Мынау алканды алу болса, мынау осы алканға қосасын. Мынау алканға азот қышқылын қосу Коновалов реакциясы. Яғни Бюрцтің несіне қасына натрий деп қойып, ал Коноваловтың қасына HNO3 десем. Есте қала ма? Азот қышқылы. Азот қышқылы, я, любой алканға азот қышқылын қосу реакциясы Коноваловтікі екен. Түсінікті ма? Иә. Ол кезде де алмасу реакциясы сияқты біздің. Яғни мына жерде С2 былай ғой. С2H5 былай ғой. OHNO2 десек, мұна NO2 мұна жердегі бір сутектің орнына барады деген сияқты. NO2 қосылған OH-ның бір H-ы не болады? Аха, дұрыс айтасың. H2O болады. Реакция түсінікті ма? Иә. Сұрақ бар ма, қыздар, жігіттер? Бізде қыздар ау деймін, тек. Мұғалім, сонда анау NO2 H6 орнына бара ма? Жаңа қалай дейсің? NO2 ол қай элементтің орнына барады? H-тың ба? Мен түсінбедім. Я, H-тың орнына барап дұрыс айтасың. С2H6 еді ғой. Бізде С2H5 болады да, бір сутектің ғана орнына барады. Я? NO2. Енді түсінікті болды ма? Иә, түсінікті болды. Давайте басқа мысал келтірейік. С3H8 пропан деген алканды алайық. Оның қасына HNO3-ті қоссақ, бізде не шығады? С3, H7, NO2, H2O. H2O. Супер. Реакция тең. Супер. Бұл Коновалов реакциясында барлық реакциялар тең болады. Түсінікті болды ма енді? Сонда H-тан бір санды шегереміз бі? Я. Тек бір H-тың орнына NO2 барады болды. Қалған оттек H, ананың H-ы қосылып, не болады? Су құрай салады. Тағы мысал келтірейін ба? Әлде түсінікті ма? Түсінікті. Жақсы. Келесі, Марковников деген мынадай нәрсе. Яғни пропен, ол қандай жаңағы неде жазылып тұр? Алкенде жазылып тұр, иә? Алкеннің химиялық қасиеті. Например, любой алкен айтыңыздаршы, алкен деген қалай формуласы? Алканда CnH2n плюс 2n. С2, H 2N. 2n. Дұрыс. Енді любой алкенді алайық. С2, H4. H4, давайте. С2H4-ті былай жазбай қойын. Мен былай жазайын. Апай. Салайын, я. Содан кейін Зайцев деген не бар еді ғой? Я, Зайцев деген бар, бірақ ол аз кездеседі. Өте көп кездесетіндер осылар. Зайцевтің да реакцияларын алдыда айтам. Бұйырса, айтпай қалып жатырсам, жазып жібер, мен WhatsApp-қа жауап беріп жіберем. Жарай ма? Аха, жақсы апай. Алкенде міндетті түрде қос байланыс болатын еді. Реакцияларын жазған кезде міндетті түрде байланыстарын жазыңыздар. Алкенде 3 байланыс болады, алкаденде 2 қос байланыс болады, аренде 3 қос байланыс болады еді. Естеріңізде бар ма? Алканда бір ғана байланыс. Иә.
Алкенде екі қос байланыс болатын еді. Яғни С2H4-імізді біз қалай жазамыз? SH2 2 SH2 десек болады, е? иә. Мысалға, мына жерде екі байланыс, қалған екеу сутекпен. Мына жерде екі байланыс, қалған екеу сутекпен байланысып тұр. Енді бұған не қосамын? H бром. бром қосады екен. Марковниковтың реакциясы бойынша H бром. Қызығы, бұл жерде кешегі бром қосқанын көрсеттім. Яғни ол не істейтін еді бром қосқан кезде? Аяғына барып тұра қалады. Екінші аяғын екіге бөліп алады да, екеуіне бром, бром-бромнан қосылатын еді, ал бұл жолы H және бром болып қосылады. С2 дәл солай қалады. Марковников реакциясы ол ма? Иә. Давайте тағы бір мысал келтірейік. Әрқайсына екі мысалдан келтіріп жатырмын ғой. Енді С3H6-ны жазып көрейік. Міндетті түрде біз қалай жазамыз? Байланыс Көміртек. бір жерінде міндетті түрде не болады? Қос байланыс. Енді сутектерін салып шығамын. Мұнда бір байланыс, Үшеу. қалған үшеуі мынаған. Мұнда үш байланыс, мынаған Біреу. Мынаған Екеу. Тамаша. Енді осыған H бром қосамыз. Бұл кезде тура соны көшіреміз. SH3, SH, SH2 дейміз. Бірақ астындағы байланыс не істелінеді уже? Үзіледі. Бұл енді бар ғой, закон подлости деп айтама, қалай айтсам екен. Кім бай адамға береді да бұл ақшаны. Сонда қара, мына жерде H пен бром кімге барады? H көбіне бара ма, H азына бара ма? H Көбіне барады. Беретін болса. Азына. H көп, H-тар тартып алатын болып тұр ғой. Яғни мына H көпке H барады, ортасында H азына бром барады екен. Түсінікті ма? Есте қалды ма? Апай, көшіріп алайық. Көшіріп алыңыз. Скрин жасап алыңыздар, артынан может көшіресіздер. Сосын видеозапись бұйырса берем. Апай. Ал Марковников ережесі қалды ма есте? Иә. Түсінікті болып жатырса, мен өшіремін. Өшіріп жатырмын ғой. Ешкім ренжімейді шығар. Өшірдім. Енді алкен деген ол Үш байланыс бар. Үш байланысы бар зат, я. Именно Кучеровта альдегид пайда болады. Бұдан альдегид пайда болады. Альдегид пайда болады, қараңыздар. Екі көміртек па? Екі көміртектің альдегиді. С, О, H. SH3. Сол кезде просто теңесе салады, е? SH3, SOH. Альдегидтің қалай нететін айттым ба мен? Жоқ. Альдегид деген не екенін айтқан жоқпын, е? Алда өтеміз, бірақ ұмытпаңыздар. Сразу просто теңесіп, ацетиленен, еще басқа алкеннен алынбайды. Тек қана ацетиленге су қосасын, болды. Именно осы реакция ғана Кучеровтікі. Именно осы реакция ғана Кучеровтікі. Түсінікті? Бұл өте маңызды, және алдыда қазір реакциялар барысында тағы да айтылатын болады. Есте қалады. Басқа мысал келтіре алмаймын, өйткені тек осы ғана реакция. Енді келесі Лебедов реакциясы. Қара, Лебед деген Марков, Лебед, Зелен, Зинин дегендер не болып атқан жоқ па шамалы? Қызық. Қызық. Аттап қалғанда қойған ғой. Иә,
картоп. Кәдімгідей. Енді қара, спиртті дегидраттау және дегидрлеу дейді. Бұл алкадиен алу реакциясы. Алу керек. Алкадиен алынады мынау. Назат алынады. Спирт, например, С2H5OH бар. Этил спирті. Әлі спиртте өткен жоқпыз, бірақ қазір айтам. С2H5OH деген кәдімгі этанол бар ғой. Этил спиртін білесіздер ма? Иә. Аха, осы екі этил спиртін қосқан кезде катализаторға мына екеуі қосылады не? Алюминий, яғни екі дайлы Оксида. екі дайлы оксидтер. Алюминий оксиді мен мырыш оксиді қосылады екен мына жерге. Катализатор деген сөз мына жерде реакция тезірек жүру үшін қосылатын зат, иә, білеміз ғой? Иә, бірақ өздері қатыспайды. Дұрыс айтасыңдар. Реакцияға қатыспайды бірақ. Енді қараңыз. Бұл жерде H2 шығады, H2O шығады. Дегидр деген сөз сутек бөлу. Дегидр деген сөз сутек бөлу, дегидрат деген сөз су бөлу. Түсінікті ма? Иә. Гидр деген сөз сутек қосу, гидрлеу деген сутекті қосуды айтады, гидраттау деп су қосуды айтады. Ал дегидр десе суды бөлу, сутекті бөлу. Түсінікті ма? Енді бұдан бутадиен шығады. Бутадиен деген сөз С4, бутадиен формуласы қандай еді? С2N Бутадиен. 2N минус 2, де? На екеуінікі. 2, 4, 8, 6. 4-ті 2-ге көбейтесің, 2-ні аласың, 6. Болды. Бұл уже тең реакция. Бізде 10 минут қалыпты, ничего страшно, қазір 10 минуттан кейін қайта қосыламыз ба? Иә. Енді қараңыз. Яғни екі спиртті қосып, бутадиен, сутек және су алу реакциясын бізде кімнің реакциясы деп айтады екен? Лебедев. Лебедевтің. Лебед деген бізде аққу ма? Аққудың реакциясы. Екі спирт қосақ қудай болып тұр ғой, көрдің ба? Арасында өз қуатың бар. Это нормально. В общем, арендер келесі зелин. Зелин. Зеленский реакциясы. Қараңыз. Арен деген Украинадан басқа. Надай формуласы. Нам формуласы, алкан формуласы NH2N плюс 2 еді ғой. Ал мынанкісі NH2N еді ғой. Ал мына екеуінікі CNH2N минус 2. Минус 2. Аха, мына вообще картоп. CNH2N минус 6. Бұның бензолдан басталады. С6 қалай? 2 өтесің, 6 аласың. Қанша? H6. H6. Яғни Зеленский реакциясы деген осы С6 H6-ны алу. Түсінікті ма? Тримерлеу деген арқылы алады, яғни ацетиленге С2 H2-ден сразу С6 H6 алады. Теңестіре саласың осы жерде. Теңестірген кезде 3 қоясың, ацетилен алды. Вот, осы 3 қоюды тримерлеу деп тұр. Тримерлену реакциясы десе, тек осында ғана бар. Сразу шығатын реакция. Және оны кім тапқан? Зеленский. Барлығымен алдына 3 қойып шығамыз осында. Болды, С2H2-ның алдына 3 қойып шығасың. Бұл ацетиленмен тек бензол арасында ғана жүреді. Тек осы ғана реакция, тек осы реакцияны ғана ойлап тап, все. Нормально? Түсінікті отыр ма? Енді мына жерде последний патрон бізде анилин алу реакциясы. Анилинді кім алды десе? Зенин, анилин. Есе ала ма? Мен алыну айтып атырмын еще. Еще сұрақта келеді просто. Анилинді қай ғалым алды? Мына варианттардың барлығы отырады. Сен белгілейсің только
зенин, анилин, зенин. Түсінікті ма? Ол неден алады екен? Иә. Нитробензолдан алады екен. Бұл пока белгісіз, дәл қазір қиын болуы мүмкін, но бірақ алдыда қазір не айту барысында жаймендеп үйренеміз. Анилин деген сөз С6, H5, NH2. Мына жердегі H оттектің орнына барады да, мына жер екінші H пен H2O болып шығып кетеді, алда түсінесің. Главный сен білу керексің, нені? Анилинді алған кім екенін. Түсінікті ма? Яғни анилин деген не зат екен? Мынандай сақина, яғни С6, мына жерінде несі бар? NH2-сі бар. NH2-сі бар болса, анилин болып табылады. Есте қалды ма? Иә, апай. Сонымен, давайте. Тағы бір қайталап өтейік. Бюрц деген ол натрий қосу, канавалт деген ол HNO3 қосу екен. Марковников деген қоспайлар түзу, H-бром қосу, немесе H-бром. Ацетилен осыдан сразу CH3, COH алу, Кучеров деген. Альдегид. Альдегид алады сразу. Лебедев деген екі қосақудай кімді қосады екен? Спирт. Спирт, екі қосақудай спиртті, спирттен сразу үстіне қандай катализатор қосып, H2 және H2 бөліп бутадиен алады екен, С4H6. Есте қалады ма? Осы бірақ. Осы бірақ біреу-ақ. Лебедевтікі біреу-ақ, Зеленскийдікі біреу-ақ, Зениндікі біреу-ақ, Кучеровтікі біреу-ақ. Осы последний и өмірлерінде шығарған реакциялар осы. Түсінікті ма? Зеленскийдікі қалай? С2H2-ге сразу бензол алу. H6 алу. Алдына үш қоясың. Ал Зенин... Жетінші түсінбей қалма, апай. Ең жетіншісі Зениндікі әрине қиындау. Ол кезде мұна 6H5 солайынан тұрады. Қасына NO2-нің орнына NO2 емес, енді NH2 болады ғой, түсінікті ма? NH2 O2 кетіп қап, жоқ болып кетті, түсінікті ма? Плюс бірақ H2O шығады, O2-нің өзі шықпайды. Осының мәселені білу керек. Енді түсінікті ма? Иә. Болды. Бір қайталап алдық. Бұл реакцияларды главный сақтап алыңыздар, әдемілеп жазып алыңыздар. Артынан мен записті берем. Одан кейін міне класстарды. Қараңыздар. Карбон қышқылдары да міндетті түрде аяқтарында не болады? COOH деп аяқтайды. Яғни қышқылдар бізде COOH. Одан кейін сульфо қышқылдар деген онша келе бермейді. Күрделі эфирлер деген күрделі эфирлер деген СО, тағы R болады, мына жерде кішкене қате кетті. Альдегидтер деген COH. Кетондар деген осындай қазір бұны тоқтата тұрайын. Вообще білу керек, карбоксил тобы, яғни мынандай ғой, метан, білеміз ғой метанды, иә? Этанды білеміз ба? Иә. Этан деген неше көміртек? Этанда екі көміртек. Екі көміртек болса, этанның қышқылы қалай болады? Екі көміртек саласында сол екінші көміртекті OH салып жіберсең, қасына не болып кетеді екен? Этанның қышқылы болып шыға келеді. Түсінікті ма? Пропанды білеміз ба? Пропан деген не? Үш көміртек. Үш көміртек. Значит, үш көміртекті саламызда соңғы көміртекке OH десек, пропанның несі болады екен? Қышқылы болады екен. Қышқылы. Түсінікті ма енді? Спирттерде OH болады. Карбон қышқылдарында COH болады. Сосын мынаның орнына мен альдегид жазар едім тағы. Альдегидтер. Альдегидтерде
SOH болады. SOH. Аха. SOH, OH спирт, SOH альдегид, SOOH болса, карбон қышқылы екен. Мысалға, SH3 OH деп. Мынау бір көміртек кім еді бізде? Алкандарда бір көміртек кім еді? Метан. Метан. Значит, оның қасына OH болса, метан қышқылы, метан спирті, метил спирті. Немесе метан ол. Спирттерге ол деп қосылады екен. Метан ол. С2H5 деген кім еді бізде? Этан. Этан. Ал оның бір сутек кем болса, оның радикал не деп аталады еді? Этил, е? Радикал не деп аталады? Этил. Этил спирті, немесе этан не қосам? Ол. Этан қышқылы, этан аль. Альдегидтерде этан аль қосады екен. Түсінікті ма? Менде қазір уже 1 минуттан аз уақыт қалды. Если эфир бітіп қалып жатырса, келесі тағы зум жіберетін болам. Түгел қатысамыз ғой? Түгел қатысамыз. Этан аль. Альдегидтерде аль қосылады, спирттерде ол қосылады, ал карбон қышқылдарында просто метан қышқылы, этан қышқылы, пропан қышқылы деген сөз болады. Ал галогендерде, галоген туындыларда галогенит деп атайды. Яғни